Сіздерге айтқым келетін тағы бір балалық шағымдағы оқиғаның бірі алғашқы кәсіпкерлік тәжірибем туралы. Бұл да сол 7 жасар шағымда, шынымен бірінші сынып оқып жүргенде болған. Досым екеуміз атжалман аулап, хомяк дейміз ғой, соны сатумен айналыстық. Бұрын Сайын көшесінің арғы беті жүгері алқабы болатын. Біз трамвайға отырып, соңғы аялдамаға дейін баратынбыз. Қателеспесем, ол жаққа 10-шы не 3-ші маршрут жүретін. Және соңғы аялдамасы 10-шы ықшамауданы болатын. Трамвайдан түсетінбіз. Қолымызда 2 авоська, яғни торлары ұсақ 2 тор, сосын 2 бөтелке су болатын. Су құйып алып, Сайын көшесінің арғы бетіне өтетінбіз. Сол жақтан атжалманның ұяларын тауып, соларға су құйып, тор құрып қоятынбыз. Су атжалмандар ұясынан ытқып шығып, біз құрған торға топ ететін. Сосын оларды досымның үйіне апаратынбыз. Атжалмандардың уақытша үй ретінде 3 литрлік банкаларды қолданатынбыз. 3 литрлік банкаларға салып, дәм беріп, қант беріп, біраз қолға үйрететін бізде, содан Тастақ базарына сатуға апаратынбыз. Сол кезде алғаш рет бәсекелестікпен бетпе-бет келдік. Зоодүкенге барып, өзіміздің атжалмандарымызды сатып алуға ұсындық. Олар жаңылыспасам атжалмандарын 3 рубль 50 тиыннан сататын. Бірақ олардың зоодүкендегі сатып тұрғандары енжар, жүндері жабысып қалған, осқынсыз болатын. Ал біздікі кішкентай, дөп-дөңгелек, жүндері үрпиген, зоодүкендегілерге қарағанда әлде қайда сүйкімді болатын. Біз оларға атжалмандарымызды ұсынғанда, олардың бізді қуып шыққаны айтпаса да түсінікті шығар. Оған қоса 7 жасар буыны қатпаған балақайлар әкеліп тұрса. Содан біз зоодүкенге жақын жерден сауда жасайтын орын белгіледік. Тура Тастақ базарында. Зоодүкенге сұмдық бәсекелес болдық. Олардың бірде-бір атжалманы өтпей қалды. Өйткені бәрі біздікін алатын. Оған қоса біз өз атжалмандарымызды бар болғаны 1,5 рубльден саттық. Екінші рет Тастақ базарына сатуға шыққанда, зоодүкен иесі жүгіріп шығып, жарайды, айтқандарың болсын, түгел сатып аламын, деді. Содан оған барлығын 2 рубльден өткіздік. Бұл біздің кәсіпкер ретіндегі алғашқы тәжірибеміз еді. Алғашқы бәсекеміз деуге болады. Біз жеңген бәсеке. Сол кездері рэкет дегенмен де алғаш таныстым десем болады. Қолыма ақша түскен соң, баламыз ғой, аузымызда сөз тұрмайды. Ағаларыма ақшамның бар екенін көрсетіп жүрдім. Атжалман сатып тапқаным. Ол кезде әрине әжептеуір ақша. Ағаларым мені бірден карта ойнауға шақырды. Олардың қулығына да лайықты бағасын беруім керек. Бұл осылай ашықтан ашық жасалмаған, асқын тапқырлықпен ойластырылған рэкет болатын. Олар менімен карта ойнауға отыратында, содан соң әрине қулыққа басатын. 21 ойынын ойнайтынбыз. Замандастарымның есінде болар, бұл ойын ұпай деп те аталатын, яғни 21 ұпай жинау керек. Ойынның шарты бойынша кімде ұпай көп, сол ұтады. Ары қарай нағыз қитырқылық басталды. Өз ағаларымен ойнағандықтан, қалай болса да, олардың әйтеуір менің ақшамды алатыны түсінікті ғой. Ал ақшадан абыройсыз айырылып қалғаннан гөрі, ойын жағдайында ұтылған жақсырақ дедім. Сонымен ойын барысында, мысалы, менің қолымдағы карталардың ұпай қосындысы 19 ұпай болды дейік, мен болды, осы жетеді деймін. Ал олар, жоқ, сенікі дұрыс емес, саған тағы бір карта керек деп, күштеп тағы бір карта алдыратын. Әрине, жаңа картаның ұпайымен қосқанда менен 21-ден асып кететін. Бұлайша айтқанда перебор болады. Сосын олар көрдің бе, ұтылдың дейді. Немесе егер мен өз картамды ашып, менде 18 ұпай не 20 ұпай екенін айтсам, олар өз карталарын ашпай, біздің ұпай сенікінен көп деп, ақыры ұтысты емденіп кететін. Осылайша ашықтан ашық тонауға түскеннен кейін, мен өзімді емес, түптеп келгенде атжалман аулауға түк қатысы жоқ, маңдай терін төкпеген адамдарды байытып жүргенімді түсіндім. Олар біз тындырған үлкен жұмыстың бірін де көрмеген.
білмеген. Ойлаңызшы, атжалман аулау үшін трамвайға отырып, алысқа барып, күннің ыстығында күні бойы нәр татпай, бір-екі атжалманды әрең ұстайсың. Әр түрленге кіріп, қашып кетіп жүреді. Сосын оның қайыннен шығарын ойлап, есептеу деген қысқасы, мұның бәрі ерен еңбек болатын. Менің еңбегімнің жемісін еш ұялмастан, менің тер төгіп еткен еңбегімнің бірде-біреуін істеп көрмеген адамдардың жеп жүргенін түсінген соң, енді бұдан былай оларды байытпаймын дедім. Содан кейін менің бала кездегі кәсіпкерлік құлшынысыма нүкте қойылды деуге болады. Атжалман аулауды қойдым, содан кейін бауырларым да көрсеткен тапқыр ойластырылған рэкеттің құрбаны болмайтын болдым. Ол енді түсінікті жайт. Бұл менің алғашқы кәсіпкерлік тәжірибем, алғашқы көрген бәсекем және сол кез үшін өте сәтті бәсеке, және сол кезде менен мықтылардың маған ұялмастан шімірікпей жасаған алғашқы рэкеті болатын.